Әдетте Ақерке ән салмайды, бірақ бұл күні қобызшы қыз өзін сан қырынан танытты. Себебі бұл оның жеке шығармашылық кеші. Ал мұндай концерт берудегі басты мақсат дәстүрлі музыкадан бір түсінбей жүрген адамдарды түсініктіру мақсатында, қызықтыру мақсатында әртүрлі жанрда, әртүрлі қойылымдармен әсемдеген болатынмын. Менің ойымша ойымның енді 100% болмаса да, соның 90% болған сияқты, орындалған сияқты. Ақеркенің 100% деп айтпауының өз жөні бар. Оған себеп концерттік зал екен. Концерттік залдың дауыстық, звуковой дейді, дыбыстық фоны ауырлау болды. Себебі бұл концерт тірідей орындалатын концерттік зал емес, кішкене сол жағынан қиналдым. Дыбыс жағынан қиналғанымен Ақеркенің киім жағынан жолы болды. Себебі қобызшы қыз костюмдердің белгілі дизайнер Ая Бапанеге арнайы тіктірген. Дәлірек айтқанда, Ақерке алғашында шамандық, артынша қазақи және классикалық киім үлгісінде өнер көрсетті. Алайда концерт барысында ескі киімді киюге де тура келді. 4-ші костюмым, шын айтсам, басқа болу керек еді. Ол ыңғайсыз болды қимылдап жүру үшін, өйткені 4-ші бөлімі менің эстрадалық бағытта болды да. Бұрынғы киімін киіп шыға салдым. Ақеркенің бұл кешке арнайы шақырылған қонақтары жетерлік, дегенмен олардың барлығы келе алмаған сыңайлы. Шетелден көп достарым келе алмай қалды, бірақ көбісі, соның жартысы келді, Қытайдан келді, Гонконгтан, басқа елдерден келіп жатты. Концертке келе алмаған шетелдік достарына Ақерке өз ренішін былай білдірді. Көргім келген тыңдармандарым, қонақтарым, достарым, таныстарым бар еді. Соларды көргім келген еді, бірақ көрмей қалдым. Кішкене ренжимін әрине. Ақеркені шетелдік достары былай ренжіткенімен, отандық тыңдармандары түрлі сыйлықтарымен қуантты. Себебі олардың берген сыйлығы жай ғана емес, ерекше гүл. Диляра Әлдиханова деген қыз өте қатты белсенділік артады, осы менің тыңдармандарым ретінде. Соның алып келген ерекше гүлі. Шығармашылық кешін бастан аяқ өзі ұйымдастырған Ақерке концерттен кейін өзіне уақытша демалыс жарияламақ. Дегенмен демалыстан соң Ақерке сахна төріне қайта оралады деген сенімдеміз.